Кітабың бар ма? Кітабың бар ма? Тәңір діні туралы айтсаң, қойылатын сұрақтың біреуі осы. Тәңір дінінің кітабы мына тұрған ұлы табиғат. Мына тұрған ғалам шарлар, мына тұрған кеңістік, түгелмен оның кітабы. Анау микробтан бастап адам орталығы болып, одан мына жатқан кеңістік, ол оның кітабы. Біз тәңіршілер Құдай моральға толы кітап береді дегенге сенбейтіндер дейміз. Сенбейміз де. Не жолы Құдай моральға толы кітапты, немесе бір адамның жанұясы, немесе бір елдің жанұясы туралы кітапты жерге жіберуі мүмкін. Содан кейін айналаңда тұрған басқа халықтардың бәрін кәпір, сенің дүниетаның барлығы шірік, сенің ішіп отырған тамағың барлығы харам деп айт дейтін кітап жіберуі мүмкін. Біз оған сенбейміз. Сенуіміз мүмкін емес. Неге десең, біздің тәңірлік Құдай ғажайып әлемді жаратқан. Сол ғажайып әлемге келген адамға үш кеңістікте түсінетін дүниетанымдық көзқарас берген. Жарық дүние, тылсым дүние, ортасын біріктіретін ден деген ұлылық бар. Кім денді басқарады, сол Құдайға тән. Бірақ Құдай бола алмайды. Төртінші кеңістік болып, төртінші измерение болып, Құдайдың өзі тұрады. Бірақ Құдай туралы біз ешқашан таласпаймыз. Оны дәлелдеу мүмкін емес, бар екен, жоқ екенін де дәлелдеу мүмкін емес. Сондықтан ол Құдай деген біздің тәңірлік дүниетанымында ойыңда тұратын ден, ұмытылмайтын ден, великий процесс. Біз оның жаратып жіберген әлемін зерделеп зерттеп отырып, содан ұлы кітаптар жазатын тәңіршілеріміз. Ал енді сол ұлы кітапты жазатын ол адам. Сондықтан біздің дүниетанымымызда мына жарық дүниеге адам қайтып келеді, өмір айланады, қайтып келетін туралы шежіре деген кітап жазған тәңіршілеріміз. Демек, Құдайдың өзінің адам ата мен адам анаға берген ұлы кітабын қолымызға ұстап, болмысымызға жақындатып, туу білу заңдылығын үйреніп жүрген ұлы кітабымыз шаджыра емес, ол шежіре, генетика. Демек, алғашқы 10 парақ кітап адам ата менен адам анаға берілген болатынбыз. Тәңірлік дүниетанымның пайғамбары, пайғамбарлық іс жасаушы құдіреттісі адам ата менен адам ана. Сондықтан пайғамбарың жоқ деп тәңіршілерге айта алмайсыздар. Айту мүмкін емес. Ол адам. Инсан Сафиолла емес ол адам. Сондықтан бізде кітап бар. Құдайдың жаратып жіберген әлемі, адамның өз болмысын, өмірді айландыратын, ақиқатын дәлелдейтін шежіре деген кітап. Осының заңдылықтары ол біздің ұлы кітабымыз. Осының заңдылықтарын зерттеп, жаңа кітап жазу ол біздің парызымыз. Мына жаратылған әлемді зерделеп зерттеп барып, кітап жазу ол біздің парызымыз. Сол әлемді зерттеп отырған адамның болмысын зерделеп зерттеп барып, кітап жазу ол біздің парызымыз, міндетіміз. Алдымызға қойған мақсатымыз, орындамасақ болмайтын мақсатымыз. Сондықтан тәңір дін, діңгек. Құдайға сенеміз, Құдайды іздейміз десек, дін діңгегіміз осы жарық дүниеде. Ал оның эпицентрінде, тура орталығында адамның өзі орналасқан. Құл емес, Құдайдың, тәңірлік Құдайдың ең құдіретті жасаған ұлылық тұлғасы. Қысқаша ғана жауап осындай.